Кеше WhatsApp'tan жүрген видеоны көрдіңдер ма? Қызық шыққан иә, Шейзе бүгін тағы да сөйтіп алдаймыз. Кеше дейтін жаман қорқады екен иә, ол Шейз дейтін. Давай, короче, бүйтейік те, давай. Тек WhatsAppқа жібермей, бүгін тағы қорқытамыз да, оған дейтін. Сосын біз дейтін, оны YouTube-ға салып, бұлардың ақша істейміз. Қалай қарайсыңдар? Қолдаймыз. Ай, оңбағандар, ай. Мен алдағылар кеп тұр ғой тағы. Түсінікті. Жақсы. Бәріңе сәлем, қалдарың қалайсыңдар? Мен бүгін Шейзе, иә достар. Ойлаңдар, және жеделер не туралы айтып жатыр, не сен қорқытты ма дейтіндер болса, иә достар. Қысқасын айтқанда, осыдан бір күн бұрын кәдімгідей мүмкін өте теріс қолды ашып біздің ауылдың барлығы ұйықтап жатыр ма? Барлық бірінші жеделдер ертек тақпаған сияқты, кәдімгі ал менің күн дейтін кәдімгі 64 ағаш еді 30 бұл үшін өте керемет өтті бүгін күн дейтін бар ғой. Анау дейтін қалай шығып ана жерге? Түсек, қас құлайсың ей! Қолыма бірдеңе шығып алған есі ана жаққа чиоз, ауырама. Мына жерде кімдер таңжықты айару дейді мақыл. Чиозы! Чего? Не мынау? Чего? Мына кім қойып кетіп жүр? Чиозы мынау басы дейтін немене біле? Чиозы біле нау? Шейзе, алдандың ба? Бан қараңдар, мынау алданып қалды. Қорқақ. Құлмаңдар же, мен қорқан жоқпын, мен сендер қуасың ма бұл күлкілі емес вообще дейсің, аурасыңдар ма сендер? Сен қорқақ екенсің, қорқақ болып ма WhatsApp'тан жүріңдер. Құлмаңдар, дәлдерің бар ма? Қорқан жоқпын, ауырмаңдар. Кім, қайсы қорқытқан, мен қорқан жоқпын мен. Сен қуасымасың, біздің түппейден ойлайсың ба? Анан қара тезің қарасың жақта дейтін, вообще-то камера тұр ғой. Ишак бастыр, қуасыңдар ма сендер? Вообще, нау дейтін, ауыры дейтін, нағарын қазір сындып тастап, алыңдар вообще дейтін. Уақтырмасы, сынады ғой, сосын алып бересің ба? Мен алып бермеймін ешқандай, сендер мықтырсыздар сендер мен үшін, мен қорқытасыңдар. Алыңдар, мынаны бәрін қуасыңдар ма сендер дейтін кәдімгідей. Мен аның бәрін алыңдар, вообще сендер ауырады екенсіңдер ғой вообще дейтін. Сендер қуасыңдар ма, Сен қорқақсың. Бол, сен WhatsApp'тан бәріні жүреміз. Давай, қош бол. Чиозы, ешек бастар. Мен алдағысы келген ғой, жаман тез жүгіреді ма, жетелер дейтін бар ғой. Бәріңе сәлем, қалдарың қалай, Короче, мұндар мал екен жүрген бар ғой, таза дейтін, мынаның барлық краска ма сонда? Чего, мынаның бәрін қалай құртам мен дейтін, ертеңнен жуу керек бұл, мынаның бәрін. Шаршап кеттім жына жетелерден бар, тупойлар кілен жүрген бар ғой. Мақыл, ертең көреміз оны бар ғой, мынаның бәрін жуу керек, бензинмен жуу керек бай. Мақыл. Достар, өзден көрген шығарсыңдар, Достар, енді мен ол кезде по-любому қорқатынем, өйткені достар ойыңдаршы, мен жалғыз өзім келатырмын, өзіммен өзім күліп, сосын есікті ашып қалсам, ішінен бір өлік адам жатады. Енді бұл шын айтып достар, күлкілі емес, шын айтайын, түсінумен достар. Кстати, достар, менің ең жақсын көретін подписчиктерім барса, Мейрам, Меруерт, Асылжан, Бейбарыс, Айару, Айдар, Ералхан, Мұхаммедияр, Инжу, Мейрам, Азамат, Доны, Достар, егер сендер, кәдімгі өшірді түскілерін кезде, жаңа комментарияға өздерің аттарын жазып, анам материалды ұмытпаңдар, Кстати, достар, айта кетейін. Кстати, достар, егер кімді-кім қызықты комментар жазатын болса, осы экранға шығатын болады, қараңдар. Достар, енді сендер қызық комментар жазу үшін өздерің біліңдер, не жазылғанын келсе, соны жазыңдар. Әйтеуір бір креативный, бір сәл мықты жазсаңдар болғаны, окей, достар. Енді достар, өзің көрген шығарсыңдар, не олар мен жаман қорқытты ғой, мен олар кек қайтармаймын, достар, әрине барынша олар қорқытпай отырсам, деген қорқытпай отырсам, но деген мен достар, әрине қорқытам. Қорқытпаймын, қорқытам, в общем, түсінікті шығар сендерге. Көрсер, ол үшін қазір мен бірден нетін, яғни өзім ноутбугыма отырып, өзіме творческий алып алдым керек, бірінші. Все, достар, мен қазір творческий ауыстым, әрине, достар. Енді қазір дейтін, как раз кешіп басып бара жатыр екен. Демек, қысасы айтқанда қазір мен дейтін, мына үйде бір жетел тұрады, достар, ол үйінде жоқ па екен. Достар, үйінде жоқ, достар, айтып жатыр, бұл жерде нұп тұратын еді ғой деп, нұп кетіп қалды, әрине, басқа ауылға. Сосын достар, енді бұл жерде басқа жетел тұрып жатыр. Сосын қазір бұл жерге біз кәдімгідей бір қызықты бірдеңе істеймін қазір дейтін, достар, ол қорқып бітетінен көргені бар ғой, достар. Өйткені олар мен кәдімгідей қорқытады, әчем мен оларды қорқытпасқа, достар, әрине қорқытамын, достар, негізі бірақ қорқыту дегенмен дұрыс емес, бұл ойындар, достар, яғни бұл жаңа ойын екенін түсініңдер. Қорқыту бұл өте жаман, достар, және пранк ұстау дегендер өте жаман негізінен, достар. Күнә болады, сол үшін достар, негізінде өмірде ондайларды қолданбаңдар. Бұл жаңа ойын, Майнкрафт.
сол үшін достар өзің түсініп шығарсыңдар. Яғни жедел креативный заттар барлығы достар яғни ойында өмірдегі заттар емес, достар өзің түсініп шығарсыңдар, иә. Мақұл достар, қазір мен мыналарды салдым, яғни бұл көрдіңіздер любой адам қорқады деп ойлаймын, менің ойымша әрине достар. Ал достар, қазір біз дейтін олар, яғни мен ол жерде отырамын, бірақ мен қазір дейтін зеле ішіп алатын боламын достар. Бізге невидимый зеле керек, невидимый зеле бар ма бұл жерде? Невидимый зеле, все. Осы невидимый зелені аламыз. И өзімізге шаш жібереміз, и осы жерде біз мына жерде отыратын боламыз, яғни оның шетелдің реакциясын күтетін боламыз. Енді оның қашан келетінін білмеймін, әрине жұмыстан келетін шығар, әрине фермадан деген сияқты. И короче сонда, иә. Енді ол шетелдің қашан келетінін білмеймін. Кстати, қолымызда жаңа молоконы алып, үлкен молоконы сразу ішеміз, яғни адам айтып оны, яғни тыныштандырамыз, иә. Кстати, сендерге түсінікті шығар деп ойлаймын, все. Енді оны күту ғана қалды. Біреу келе жатыр. Ана капоты дейтін тағы да алдау керек еді, тағы видеоға ютубқа шығару керек еді. Алдайсың, мен алдайсың, мен сені алдаймын. Қан, керек дейм, ол кайфларын ұйықтақты, сосын ертең анауны, яғни, кәдімгі дейді рол дейтін боламын. Мен кеттім, мама. Тоқта, мен шейзі, мен ғой. Сен қуасың ба, мен, короче, мен қорқан жоқпын, ештеңе істеген жоқ, не бұл, мынандар, қуыршақтар ма, білем ғой, мен алайды. Қорқан жоқсың, сен қорқтың ғой, көрдім ғой мен сені. Мен қорқан жоқпын, мен вообще тыңда, короче, сен үйіме қалай кіріп қайсың, давай, бәрін жинап тез кет болды бұл жерде, әлбірім қазір полиция шақырам. Қорқанын мойындайсың ғой да? Жоқ, мойындама, жина мынаны. Мақұл, окей. Ойба. Анау әр жүріп аға жоқ та. Тұсыр, короче, дейді өздері көрген шығарсар, не болған тұсыр. Әрине тұсыр, жерлері мойындамайды, білмеймін не екенін, мен еще дейді ұрыс шығып кетіп шығар жерім ам. Әрине тұсыр, бұл ютубта бар, қат сөйлесем ренжімеңдер, әрине. Тұсыр, ендеше біз дейтін екінші шетелді алдауға қарай, екінші шетелді алдауға кеттік, короче, дейтін. Кәдімгі тыңасты ғой, қайдесен бәріңе сәлем, ана жерде қой әлі тұр. Мақұл достар. Қысқасы кеше тағы бізде бір жетел қалып еді, оны жазалау керек. Мен оны, кстати, мен сендерге айта кетейін, ана жетелер нені жақсы көреді. Әрине изумрудты, иә. Және олар нені жақсы көреді, не істеген жақсы көреді. Және олар, яғни орманға барып, ағаш жинағаны жақсы көреді. Сол үшін мен дейтін қазір орманға кәдімгі бір өте пранк жасап қойдым. Қазір бүгін кешкі оны істейтін боламыз. Вот достар. Мына жерде қараңдар, мына жерде келесіңді. Жоқ деп құлайсың, жайдан жетілі қорқатын болады достар. Мен ойымда енді қорқыныш шығар деді, сендерге жазып кетіңдерші комментария, қорқынышты ма, қорқынышты емес па? Қазір енді қорқынышты болып көрінбеуі мүмкін, әрине, бірақ енді шетелдерге қорқыныш болады. Және ол біз қазір емес, яғни түнде келетін боламыз, иә. Қысқасы, ол үшін достар, мен мына жерге есік жасап қойдым, яғни бұл жерден кіреміз, біз дейтін ол шетелді күтеміз, және шетел ол жерде құлаған кезде біз оны қорқытатын боламыз барынша, яғни бірақ қорқыту дұрыс емес. Мақұл достар, яғни сендерге айта кетейін тағы да, яғни бұл жерге қалай шетелді қалай алып келесің дейтіндер болса, яғни мен оған айтатын боламын. Кстати, маған ағаш жетіп бәдір, маған оны алып келіп беретін болса, мен саған бір сақ, яғни изумруд беремін деймін. Және де ол достар, кездер изумрудты жақсы көреді, және де олар обязательно келеді бұл жерге достар. Сосын мен оны бұл жерде күтіп алатын боламын. Бұл өте қызық болады деген ойдамын. Ендеше кеш батқанын күтейік. Достар, короче, қазір кеш болды, бүкіл ұйықтап жатыр. Хотя бір-екі жылдерді ала жүр анау сияқты көрінер ма? И мен мына жерге қандай мындай зат істеп қойдым, типа қазір мына жерде жұмыс істеп жатқан боламын. Мен сосын бір шетелдік альбом береді, істеп жатсың түнде деген сияқты. Мен ойлаймын, мен келу керек деп ойлаймын, және де мына жерде бір шетел жүр. Мына бәрін істеп қою керек еді. Ана жа шейзін істеп тұр, жындамай, қуамай, мақыл барып көрейікші. Че там шетел не болды? Саған қызықап келген ба? Че там оны естіп отырсың жүрді? Не болды түнде? Түнде не болды дегенде, короче, сол, короче, блок жетпей қалды ғой, ма. Жаман болыпты, қиын болыпты, қиын болыпты дегенде, давай мен саған бір изумруд, давай мен саған бір сақ изумруд берейін, сен маған дейтін не алып кеп бере аласың ба? Атылған еді, дейтін ағаш алып кеп бере аласың ба? Серьезно айтып тұрсың ба? Мен саған қазір берем. Ол сен маған алып кеп бересің ба? Қазір мен тауып алайын өзімнің изумрудымды.
вот, актер, мен сразу барам ғой, болды, кеттім ау. мына қалып кетті ғой. Қазір келіп алам. Давай. Тұр, мынандай артынан кетіп кетсір, адам натуры алдан қалап тұр ғой, сыр. Қайға кетіп қалар, Ура! Қазірде ағаша бөперсе қалмаса. Күшсіра, мен қазір яғни жетеліп күтіп отырмын, қарандыра, қазір қазір осы жерге келу керек түсір, яғни ол мені көрмейді обязательно дейтін. Енді соны күтіп отырмын, мен қазір дейтін көреміз. Қазір қашан келеді, оны білмеймін, қазір келді ғой. Тыныштандыру керек. Достар, короче, осы ссылка тұрған сұрап видеоның басы көріп кетіңдер, ол видео сендерге қызықты деген ойдамын сұрап, және де жедел тыныштырмасаң қазір өліп кетуі мүмкін сұрап. Сол үшін барып тыныштандырайын сұрап, осы видеоны қарап кетіңдер. Біз видеомызды аяқтаймыз. Сау болыңыздар.